Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла, Қазақ математика академиясында. Сонымен біз бүгін енді жай бөлшектерді қалай көбейту керек екенін үйренуіміз керек. Бірақ оны өтпес бұрын біз өзара кері сандарды үйреніп алуымыз керек, себебі бұл өте маңызды білу. Сондықтан біз бөлуді де бірнеше тақырыпқа бөліп тастаймыз. Ол жай бөлшекті жай бөлшекке қалай бөлу керек, аралас санды аралас санға қалай бөлу керек, және натурал санды бөлшекке бөлу, бөлшекті натурал санға бөлу деген. Ал кеттік, бастайық. Өзара кері сандар дегеніміз не? Біз осы өзара кері сандарды қазір қолданатын боламыз. Ол мысалға сандарды керісінше жазуға ұқсайды. Мысалға қалай? Мысалы, мына жерде бізге кері сандарды табыңдар дейді. Өзара кері сандарды қалай табамыз? Біз біріншісіне қараймыз. Ол 3-тен 2, 3-тен 2-ні егерде орындарын ауыстырып жазсақ, яғни алымы мен бөлімін орнын ауыстырайық, сонда не шығады? 2-ден 3 шығады. Керісінше, сонда бұл нені білдіреді? Мына 3 мына жерде тұр, мына 2 мына жерде тұр. Орындары ауысты ғой. Мынау алым бөлімге кетті, бөлім алымға кетті. Яғни бұл өзара кері сан. Үшіншісін қарап көрейік. 7-тен 4 және 4-тен 7. Бір-біріне өзара кері сандар ма? Я. Және де кері сандарды қалай ойлап тапты деп ойлайсыздар? Мысал қараңыз. Бір кері санды алып шығайық. Осы 7-тен 4 және де 4-тен 7. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде әрқашан бір шығу керек. Мысалы, 4 пен 7-ні көбейтемін, 7-ге 4-ті көбейтемін. 7 мен 7 қысқарады 1 болады, 4 пен 4 қысқарады 1 болады, жауабы сонда 1 болады. Себебі 1-ге 1-ді бөлсем 1 болады. Сонда біз тағы да бір нәрсе үйрендік. Егер де кері сандарды бір-біріне көбейтсек, олардың мәні 1 шығу керек. 9-дан 2-ге 2-ден 9-ды көбейтсек, 1 шығады, екеуі кері сан. 10-дан 9-ға 11-ден 9-ды көбейтсек, кері сан шықпайды, бұл қате деген сөз. 8-ден 5, 8-ден 3 қате. 10-дан 7, 7-ден 10 дұрыс. 2-ден 1, 3-ден 2 дұрыс емес. Және 4-тен 3, 3-тен 4 дұрыс. Оп, жасылайық. Яғни өзара кері сандарды бір-біріне көбейтсек 1 шығады, және де олар жай ғана орындармен ауыстырылып жазылған екен. Тағы да бір өте маңызды момент деп айтуға болады. Ол жай осындай сандардың кері саны не болады деп ойлайсыз деген сұрақ. Мысалы, сізге айтады, 2-нің кері санын тап дейді. Қалай табамыз? Біз білеміз, әрбір натурал санның бөлімі 1-ге тең болатын. Яғни 2 дегеніміз 2/1 немесе 1-ден 2 деп айтуға болады. Бұның кері саны 2-ден 1 болады. 1-ден 2, 2-ден 1. Бір-біріне көбейтсек тең болады 1-ге. Ал енді біз өзара кері сандар мен жай бөлшектердің бір-бірімен қарым-қатынасын көрейік. Мысалы, жай бөлшекті жай бөлшекке бөлуден бастаймыз. Ең бірінші, бізге бірінші мысалға 3-тен 1 бөлу 9-дан 1 дейді. Екеуін қалай табамыз? Бұл жерде біз бірінші бөлшекке тиіспейміз. Ол қалай тұр, солай жазып қоюымыз керек, 3-тен 1 деп. Бөлуді көбейтуге ауыстыруымыз керек. Ал 9-дан 1-дің өзара кері санын жазамыз. 9-дан 1-дің кері саны 9 бөлу 1, 1-ден 9 болады. Енді екеуін бір-біріне көбейтеміз. Өйткені мына көбейтуге ұқсап тұр. Көбейтудің өзі. Сонда 1 көбейту 9 бөлінген 3 көбейту 1 болады. 9 бен 3 қысқарып кетеді. Мұнда 1-ден, мұнда 3-тен, 1 мен 1 болып қала береді. Сонда үстінде, яғни алымында 3, ал бөлімінде 1 болады. 3-ті 1-ге бөлсем 3 болады. Шықты. Бөлуді осылай орындаймыз. Тағы да бір мысал, екінші мысалды қарастырайық. 8-ден 3 дейді, я? Сізге тура осындай сұрақ келді дейік. Соны қалай шығарасыз? Ең бірінші нені көріп тұрсыз? Бірінші бөлшекті жазып қоямыз. 8-ден 3 деп ол ешқашан өзгермейді. Бөлудің алдында тұрған бөлшек өзгермейді. 8-ден 3 болып қала береді. Сосын келесі бөлуге келеміз. Бөлуді көбейту деп жазамыз. Сосын келесі осыдан кейін 2-ден 1-ді көріп тұрмыз. 2-ден 1-дің керісіншесін жазамыз. Яғни 2-ден 1 болса 1-ден 2 дейміз. Ал енді кәдімгідей көбейтіп жүреміз. 3 көбейту 2, 8 көбейту 1 деп. Екеуінің қысқаратын заттарын іздейік. 2 мен 8 қысқарады, 2-ге. Мұнда 1 болады. 8-де 2-ге бөлсек 4 болады. Сонда 3-ге 1-ді көбейтсем 3, астында 4-ге 1-ді көбейтсем 4 болады. 4-тен 3 болды. 3-ті де қарастырып көрейік. Тез-тез. 9-дан 4 бөлу 9-дан 8 дейді. Ал біз айтқандай бөлшек бөлудің алдында тұрған бірінші бөлімге тиіспейміз, орнында қалдырып қоямыз. 9-дан 4 болады. Бөлуді көбейту дейміз. Сосын келесі 8-ден 9-ды, 9-дан 8-ді 8-ден 9 деп жазамыз. Ал енді кәдімгідей көбейте береміз. Алымын бөлімімен көбейту десек те 9 бен 9-ды қысқартып жүреміз. 1-1-ден болады, 4 бен 8-ді қысқартамыз. Мұнда 1-ден, мұнда 2-ден болады. Тең болады 2-ден 1. Мұнан да жасап көріңіздер.
паузаға қойып қойыңыздар да қазір шығарып көріңіз, сосын паузадан алып тастайсыздар да бұл неше шығатынын көресіз. 12-ден 1 дедіңіз, көбейту 1 бөлу 6 емес, 6 бөлу 1 болады, тең болады 1 көбейту 6, 12 көбейту 1. 6 мен 12 қысқарады, мұнда 1-ден, мұнда 2-ден. Сонда мына жерде 1, мына жерде 2. 2-ден 1 шығады екен. Жауап дұрыс болса, сіз бұны дұрыстап үйрендіңіз. Ал егер қиын болса, комментарийға жазып жіберіңіз. Ал енді біз бұның ережесін көрейік. Жай бөлшекке бөлу үшін бөлінгіш бөлшекті бөлгіш бөлшекке теріс санға көбейту керек. Яғни бірінші бөлінгіш бөлшек бөлу, бөлгіш бөлшек тұр, осылай дейік. Соны теріс санға айналдырамыз. Мынау 1 болса, мынау 2 болса, біз көбейтеміз де 2 енді мұнда жазылады, ал 1 мұнда жазылады. Осында ереже екен. Ал келесісіне кеттік енді. Ережені әріптермен жазсақ, ол бұлай болады екен. А бөлі Б бөлінген С бөлуді А-ның орнында басқа сан, Б-ның орнында басқа сан деп ойластырамыз. Мысалға, мына жерде 1 болса, мына жерде 2 болсын, мына жерде 3 болса, мына жерде 4 болсын. С-ның орнында 3 тұр ғой. 3 мына жаққа кетіп қалады, 4 мына жаққа кетіп қалады. Болды. А мен Б қала береді. 1, 2. Осы жай бөлшекке бөлуді қатты жаттап алу керек, себебі біз бүкіл жасап жатқан нәрсеміздің бәрін жай бөлшекті келтіреміз. Сонда бұл ең бастапқы керек дегенде ең маңызды тақырыпшасы. Ал енді келесіне жүре берейік. Аралас санды аралас санға бөлу. Бұл жерде оңай. Көбейту де сияқты аралас санды да аралас санға бөлу үшін оларды бұрыс бөлшек түрінде жазып алып, бөлшекті бөлшекке бөлу ережесін қолдану керек дейді. Мысалдар, міне 3 мысал тұр. Осыны қалай бастаймыз? Араластан көрсек, лезде оны бұрыс бөлшекке айналдырып тастаймыз. Астында бөлімін жазып қойып, 5 болады. 5-ке 3-ті көбейтемін, сосын 1-ді қосамын. 15, 16. Бөлу деп қояйық. 15-ті жазып қоямыз. 15-ке 2-ні көбейтем, 30, 30-ға 2-ні қосам, 32. Ал енді мынау кәдімгі жәнегі бөлшекті бөлшекке бөлумен бірдей болып тұр ғой. Яғни біз бірінші бөлшекке тиіспейміз, бөлуді көбейту дейміз де 15-тен 32-ні 32-ден 15 деп жазамыз да қысқарта берейік. Осы жерден қысқарта салайық. 16 мен 32 16-ға бөлінеді. Мынау 1-ден болады, мына жерде 2-ден болады. 15 пен 5 5-ке қысқарады, мына 5 1-ге болады, мына жерге 3-ке тең болады. Сонда 3 бөлу 2 болады. Сонда 1/2-ден 1 екен жауабы. Ал енді келесінен көрейік. Осыны да аралас санға бірінші келтіріп алу керек. Сонда 8, 8-ге 1-ді көбейтем. 8 қосу 7, неше болады? 15. Бөлу деп қойып, әлде лезде көбейту деп жазайық. Көбейту дейікте, мына 6-ны үстіне жазып қояйық. Мен енді бұны тез жазайын деп жатырмын. 6 деп қоямыз да, бөлімі шығады ғой қазір жерде. Сол бөлім алымы шығады ғой, соны бөлімге келтіріп жазамын. 6-ға 4-ті көбейтсем 24, 24-ке 1-ді қоссам 25. Ой, бұл менің PowerPoint-ым кішкене қатып қалды ғой деймін. Ал жарайды. Міне қосылды 25. Енді қысқартатындарды қысқарт жүрейік. 15 пен 25 5-ке қысқарады. Мұнда 3-тен, мұнда 5-тен. 6 мен 8 2-ке қысқаратынын көріп тұрмыз. Сондықтан мына жерде 3, мына жерде 4 болады. Жауап шығады. 3-ке 3-ті көбейтем. 9, 4-ке 5-ті көбейтем. 20. Яғни біз мынаны және де мынаны бөлу, қайтадан мынау деп жазып жатпай, лезде көбейту дедік те, ал мынаны керісінше аударып, өзара керіс аңғып жазып көбейте салдық. Ал келесін көрейік. 2, сіз паузаға қойып, осыны шығарып алыңыз да, сосын қайтадан болғаннан кейін паузаны қайтадан басып, плейді басып көріңіз. 2-ке 6-ны көбейтем 12, 12-ке 1-ді қосам 13, бөлу дейік 7, 7-ге 1-ді көбейтем 7, 7-ге 6-ны қосамын 13. Ал енді бұны көбейтуге келтірем. 2-ден 13 деп жазып қоямын да, бірақ көбейту деймін. 7-ден 13-ті, 13-тен 7 деп белгілеп қоямын. Сонда 13 пен 13 қысқар кетеді, 7 мен 2 қысқармайды. 7 бөлу 2 болып қалғандықтан 7-ні 2-ке бөлем. 7-нің ішінде 2 неше рет қайталанады? 3 рет. Мына жерге 2 деймін. 3-ке 2-ні көбейтсем 6, 7-ге дейін біреу ғана жетпей тұр. Сонда 3/2-ден 1 болады. Осылай шықса, барлығы дұрыс деген сөз. Енді аз қалды. Натурал санды бөлшекке бөлу және бөлшекті натурал санға бөлуді үйренеміз. Біз білеміз, бөлінгіш немесе бөлгіш натурал сан болған жағдайда натурал санды, мына натурал сандар бар ғой, осыларды, міне және натурал сан тұр, бөлімі 1 болатын бөлшек түрінде жазуға болады. Яғни 6 болса,
1-ден 6, 4 болса, 1-ден 4, 8 болса, 1-ден 8. Сонан соң бөлшекті бөлшекке бөлу ережесі қолданылады. Мына женегі біз өткен ең бірінші тақырып. Сондықтан айтып отырмын, егер де түсінбей қалсаңыз, қайтадан сол бірінші тақырыпқа бару керек. Ал енді ары қарай жүреміз. 1-ден 6 бөлу 11-ден 1. Бірінші бөлшек өз орнында қала береді. Көбейтуге өзгертеміз. 11-ден 1-ді кері санын жазамыз. 1-ден 11 болады. Сонда 6-ға 11-ді көбейтсем 66, 1-ге 1-ді көбейтсем 1, 66-ны 1-ге бөлсем енді 66. Оңай, е? Ал келесісін көрейік. 1-ден 4 өз орнында қала береді, себебі бірінші жазылып тұр. Сосын бөлуді көбейтуге ауыстырамыз. 8-ден 3-ті 3-тен 8 дейміз. 3-тен 8 деп жасап қояйық. Ал енді қысқартуға келмейді ештеңке. 4-ке 8-ді көбейтсем 32, 1-ге 3-ті көбейтсем 3, 32-ні 3-ке бөлсем 32-ні ішінде 3 10 рет қайталанады. 10-ға 3-ті көбейтсем 30, 32-ге дейін 2 жетпей тұр. Болды. Ал енді келесі. Мына жерде біз не көріп тұрмыз? Араласын. Араласын көрсек, бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Сондықтан біз бұның бөлімін жаз қоямыз бірінші. Сосын 9-ға 1-ді көбейтеміз 9, оған 7-ні қосамыз. 16, е? 16 бөлу 8 бөлу 1 дейік. Енді осыны көбейтуге келтіріп жазуымыз керек. 9-дан 16 көбейту 8-ден 1. 16 мен 8-ді қысқартатын болсақ, мына жерде 1-ден, мына жерде 2-ден, басқа ештеңе қысқармайды. Үстінде 2 қалады, астында бөлімінде 9 қалады. 9-дан 2 шығады. Егер де сізде осылай шықса, барлығы дұрыс болды. Натурал санды бөлшекке бөлгенде әріптермен жазсақ, егер де натурал саныңыз бірінші тұрса, онда ол алымына көбейтіледі деген сөз, е? Алымында тұрады, ал А мен Б, яғни екінші бөлшек орнымен ауысады екен. Себебі мұнда Б астында тұрса, Б енді мына жерде үстінде тұр. Ал егер де бөлшекті натурал санға бөліп жатсақ, натурал сан үстіге емес, астыға кетеді. Себебі мұнда 1-ден n болса, ол енді n-нан 1 болып кетеді керісінше. Бұны айтып жатпайық, мына осы жазылған нәрселерді мына жерде қолданыста көрейік. n дегеніміз натурал сан, а мен бұның орнында 5 пен 7 екен. Осы жерде қалай істе дейді? n-ді, яғни 15-ті көбейтеміз 7-ге деп жазамыз да, ал а-ның орнына 5-ті қойылады. Бұл жай ғана басқа түрі деп айтуға болады, кішкене. 15-ке 5-ті қысқартып жіберуге болады, 15 пен 5-ті. Мұнда 1 болады, мұнда 3 болады, 3-ке 7-ні көбейтемін, 21. Ал енді келесісін көрейік. А-дан Б дейді, Б-дан А, мысалға, Б-ның орнында 4, А-ның орнында 3 екен, N-ның орнында 9. Мұнда не дейді? А өзі жалғыз қала береді дейді. Бізде А ол 3 қой. 3-ті мына жерге қойып қоямын. Астында Б мен N бөліне береді. 9-ға 4-ті көбейтіле береді дегенде, 9-ға 4-ті көбейтсем, 36 болады. 36 мен 3 қысқарады. Мына жерден өйстіп қысқартып жіберейік. Немесе былай істей салайық. 36 деп жазбай, 4 көбейту 9 деп жазып қояйық. 9 бен 3-ті қысқарта салайық. Мына жерде 1 болады, мына жерде 3 болады. Сонда үстінде алымында 1, ал бөлімінде 4-ке 3-ті көбейтсем 12 болады. Сонда 12-ден 1 шығады екен. Осымен біздің сабақ аяқталды. Біздің каналға жазылып қойыңыз, ұнаса лайк басыңыз, ал егер де түсініксіз болса, комментарий жазып қалдырып кетіңіз. Біз бәрін қарастырып отырамыз.